сабақтың ішінде әркім өзі біледі. Мысалға, көптаңбалы сандар мен амалдарды орындап, тапсырма орындатып, екінші сағатын бақылау жұмысы алуыңызға да болады. Өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты. Бірақ мына мақсаттың көлемінен шығып шықпауымыз керек. Өйткені осы мақсат балада игерілуі тиіс болып тұр. Сонда ғана біздің балалардағы кетіп отырған олқылықтарымыздың орны толады. Одан кейін мені жоспарды 68 сағатқа деп алдым. 1 сағат математика, 1 сағат қазақ тілі. Енді кейінгі жылдары әдебиеттік оқуды қосармыз, ал қазірге бізге қажетті математика мен қазақ тілі болғандықтан күнді дүйсенбі күні болады. Ал мынау 10 күн алдым, суббота күнді алдым, не күні. Сенбі күні өтем, 2 сағатта сенбі күні өтіледі. Аптасына 1 рет сағаттан. Сонда аптасына сіз 2 рет алып қаласыз балаларды. 1 күн математика алып қаласыз, 1 күн қазақ тілі алып қаласыз.